Россия саған не жамандық қылды дейді. Фарида Омарова дейді. Фарида Омарова, Россия не жамандық қылушы еді? 1916 жылғы Қарқара көтерілісін, Албан көтерілісін, Адай көтерілісін, және Шығыс Қазақстанда көтерілісті, Қарағандыдағы, Сарыарқадағы көтерілістерді қанды жаныштаған кім? Орыс. 17 жылы қызыл орыстар кеп қазақтарды қанды қасап қырғын жасады. 21-22 жылы орыстар 2,5 миллион қазақты өлтірді. 31-33 жылы 4,5-5,5 миллион қазақты Сталиндік қолдан жасалған аштық кезінде өлтірді. 36-37 жылы қазақтың қаймағы болған 22 мың интеллигент зиялыны атып тастады. 41 жылы соғыс қайдады. 45 жылы Еуропа майдандағы соғыстан тірі қайтқан қазақтарды Шығыс Түркістандағы соғысқа айдап салды. Оспан Батырға қарсы күрестірді. Қазақты қазаққа айдап салды. Ал Еуропа соғыс майданнан қайтқан қазақтың бір бөлігін Қытайдың қиыр шығысын Жапоннан азат қылатын майданға айдап салды. Ол жер аса суық, аса табиғат қаһарлы жер. Жұқа киімменен барған Еуропа майданнан 4-5 жылдық соғыстан аман қалған қазақтар қиыр шығыстың даласында алды апаттық жағдайда үсіп, қару-жарақ жетіспей, өте қиын жағдайда ажал құшты. Сөйтіп, жапондардан Қытайдың қиыр шығысын азат қылу соғысына қатысты. Ал қазақтың жерінде олар атом жарды. Қазақ даласында жарылған атом жер шарында ешқандай жерде ондай атом сынағы болған жоқ. Жаңағы Семей, Невадада, тағы басқа жерде, Ақтау, Ақтөбеде, Жезқазғанда, Шымкентте олар атом сынақтарын жасады. Және орталық Қазақстан, мынау Ақтөбе, Жезқазған, Шымкент, бұл жерлерде уран қазды. Бүкіл жер шарының 60% ураны қазақ жерінде, сөйтіп қазақтарды атом сынағының құрбаны жасады. Ал қазақ жерінен, мынау жергіндік деп ежелгі қазақтар атаған мына Байқоңырдан олар зымыран ұшырды. Бұл зымыранға қалқарада тыйым салынған гептил дейтін өте улы жанармайды пайдаланды. Ал гептилді олар төгіп отырды. Әуеден төгілген гептил бүкіл қазақ даласын улады. Қазақ даласында осындай апаттар болды. Ал Арал теңізін жер асты атом сынағын жою арқылы жердің қыртысын жарып жіберіп, Арал теңізін жоқ қылып жіберді. Аралдағы апаттан, биологиялық қарулардың сынақтарынан қазақтың шеккен зардабында қисап жоқ. Ал совет кезінде қазақтарды ұлт ретінде, тұқым ретінде жойып жіберу үшін олар тағы да медициналық, биологиялық қаншама эксперименттерді қазақтарға жасады. Қазақ жерінде басқа халықтарға ұрылмайтын, тек қазақтарға ғана салынып отырған уколдар туралы деректер бар. Ал қазақтың балаларын жаңағы туытқаналарда тудырған кезде әдейге жаңа черешний давление болды, әйтті битті деп әдейге әр 10 баладан бірнеше баланы қолдан мүгедек жасауда сол совет кезінде жүзеге асырылып отырды. Енді әйелдерді әдейі жаңағы туа алмайсың, давлениең жоғары, көзіңнің қысымы жоғары, анау мынау деп әйелдерді бір баладан кейін туғызбай қоятын жасап отырғанда осы совет кезі. Совет тәрбиелеген докторлар адамның өмірін құтқарумен емес, адамдарды жаңағы әдейге мақсатты түрде, немесе өздері сол ұстаздардан сондай тәрбие алған, құрттай жай әшейін жатыр қабынған, біраз күтініп ыстық суға түссе жазылып кететін әйелді бітті сенің жатырың қабынды деп жатырын кесіп тастап алып отырды. Сөйтіп қазақтарды ұлт ретінде жойды. Ал осы орыс Ресей саған немене істеді дейді. Жаңағы осы сұрақты қойған адамға менің жауабым осы.